Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз әдебиет пәні бойынша 4-ші тоқсанға арналған ғарышқа саяхат ортақ тақырып бойынша бірінші жиынтық бағалауды орындаймыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңда. Тапсырмаларды орында. Ғарышқа саяхат. Ғарыш гүлзарының көркі ғажап, небір әсем гүлдер өсіп тұр. Жердегіден әлдеқайда шапшаң өсіп бой түзейді, ал гүл шашқаны мүлдем керемет. Кенет түйме түбіттің дауысы елең еткізді. Әуп, Гүлжауһар, бері жүрші, деді күшік. Етегінен тістелеп қабырғаға қарай тартты. Немене, кішкентай, не боп қалды? Мен бос емеспін. Жүр, қара, терезеге қара, деді шіңкілдек үнмен үріп қойған түйме түбіт. Кеңістік таза емес, көрші бар. Ой, мазасыз түйме түбіт. Қыз күшігіне ілесіп иллюминаторға келді. Алыстан әлдебір космос кемесі көрінді. Айырым белгісі жоқ, бейтаныс. Оның ұшуындағы көзге ұрар бір оғаштық қауіп-қатерге ұшырағандарынан хабардар еткендей жарқылдап шағып келе жатқанында еді. Кішкентай батыр Болатқа жүгір. Мен мұндамын, не нәрсе, Гүлжауһар? Ана жымыңдаған отты көремісің? Біреулер осылай қарай ұшып келеді. Я, бағыты ғарыш қала. Ал бұлайша жарқылдатуы әрине апат белгісі. Қазір сөйлесейік. Міне балалар, енді осы мәтін бойынша тыңдаған болсаңыздар, сұрақтарға жауап береміз. Кішкентай күшік нені байқады? Кішкентай күшік ол алыстан әлдебір космос кемесін көрді, айырым белгісі жоқ, бейтаныс. Ал Гүлжауһар ғарыш кемесінің бейтаныс және апатты жағдайда екенін қалай анықтады? Оның ұшуындағы көзге ұрар бір оғаштық қауіп-қатерге ұшырағандарынан хабардар еткендей жарқылдап жарып келе жатқанында еді. Балалар, келесі, енді тыңдалған мәтіндегі оқиғаны жалғастырып көр. Өзіңді мәтін кейіпкерлерінің біреуінің орнына қойып, оқиғаны бір жақты әңгімеле. Балалар, әрине бұл жерде нақты болжам жоқ, яғни сіздер өз қалауларыңызбен мәтінді жалғастырасыздар әрі қарай. Яғни осы мәтінге байланысты болу керек. Басқаша тақырыптарға ауытқымауымыз қажет. Келесі екінші тапсырма: қазақ ғарышкерлері туралы ақпаратты суреттермен сәйкестендір, дейді балалар. Көріп тұрғандарыңыздай, мен сіздерге барлығын сәйкестендіріп қойдым. Міне сіздерді дәл осылай сәйкестендіріп жазсаңыздар болады. Балалар, міне осымен сіздерге арналған әдебиеттік жиынтық бағалау аяқталады. Барлығы 10 балл жинайсыздар. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.